Бұл кәсіпке үлкен бір маркетинг болмаса Instagram, сайт, продвижение, реклама керек емес. Әлеуметтік желімен жұмыс істесеңіз де болады, жұмыс істемесеңіз де болады. 2 жылдан асты өзі. Бұл айранның аты қалай? Бұл айранның негізі донерский айран ғой. Донердің айраны деп атайды, халыққа сондықтан танымал. Бұны сату үшін арнайы бір Instagram бірдеңе пайдаланасыздар ма? Жоқ, ешқандай. Енді бәрімізге мына түспе, мына бір айранның сырты танымал шығар, таныс шығар деп ойлаймын да енді. Енді күніне 300 сатсаңыз, орташа есеппен, біздің жеке есеппен 27 мың, 25 мың, 30 мың арасында таза табыс деп айта аламыз. Мысалы, чикендерге апарып тастаса болады, фастфудтарға апарып тастаса болады, самса, донерға апарып тастаса болады, кафе ресторандарға, сушиға апарып тастаса болады. Қосымша дүкендерге, мини-маркет, супермаркеттерге де апарып тастауға болады. Қайырлы достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл сала таңдау каналы. Құрметті достар, бүгін сіздерге аз ақшамен болмаса ауылда, ауданда халыққа танымал қандай кәсіпті бастауға болады деген сұраққа жауап береміз. Бұл кәсіпке үлкен бір маркетинг болмаса Instagram, сайт, продвижение, реклама керек емес. Әлеуметтік желімен жұмыс істесеңіз де болады, жұмыс істемесеңіз де болады. Сіздің клиенттеріңіз кім дегенге мен мүмкін дүкен деп айтатын шығар, мүмкін өзімізге танымал донерный, самсахана, тағы да басқа жерлер деп айтуға болады. Мысалы, кафе ресторандардың өзі де алуы мүмкін. Енді бәрімізге мына түспе, мына бір айранның сырты танымал шығар, таныс шығар деп ойлаймын да енді. Бала кезден жеп өскен айранның дәмі және де сол айранның өзі. Енді тура біз ішкен деп айта алмаймыз. Бұл жерде неше түрлі франшиза бар, неше түрлі компания бар. Бірақ мынау біздегі Шу ауданының франшизасы десек болады. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, қалыңыз қалай? Рахмет. Есіміңіз? Есімім Алмас болады. Алмас, осы айранды өздеріңіз шығарып жатсыздар? Иә, уже 2 жылдан асты өзі. Бұл айранның аты қалай? Бұл айранның негізі донерский айран ғой. Донердің айраны деп атайды, халыққа сондықтан танымал. Бұны сату үшін арнайы бір Instagram бірдеңе пайдаланасыздар ма? Жоқ, ешқандай. Таратасыздар өздеріңіз. Нан таратқандай бұл қысқаша айтқанда? Иә, самсаханалар бар. Самсаханалар және де жаңағындай чикендар дейміз ғой, енді былайша айтқанда донерскийлар, донерлар, асханалар, базардың ішіндегі сондай бір дүңгіршектер бар. Қанша түсінікті болды? Осылардың бәрі сіздің клиенттеріңіз? Иә, біздің клиент. Сіз Шуда тұрасыз ғой? Иә, Шуда ғана сатасыз ба? Біз енді Шуда, сосын жаңағы келесі ауданымыз бар, Мойынқұм, сол жаққа апарамыз. Екі жаққа келесіздер. Таразға келесіздер ме, келмейсіздер? Жоқ, Таразға. Так, күніне қанша штук өткізесіздер? Біз күніне 350-400 сондай өткіземіз. Арасында, иә? Біреуінің өзіндік құны қанша? Ішінде айранымен? Айранымен бір 105 сондай теңгеге шығады. 105-110 теңге. 105-110 теңге. Сататын бағаңыз? Сататын бағамыз негізі, егер үлкен точка болатын болса, кішкене скидка болады, а былай точкаларға 2-3 теңгеден. Түсінікті болды. Енді донер алған кезде өздеріңіз де білесіздер, тура осының бағасы примерно 250 теңгеден бастап 350-ге дейін барады. Иә. Яғни донерлар үстіне 50 болса, болмаса бірге бір қосып сатады. Сіздер 90 теңге пайда табасыздар сонда түсінігім бойынша. Енді күніне 300 сатсаңыз, орташа есеппен, біздің жеке есеппен 27 мың, 25 мың, 30 мың арасында таза табыс деп айта аламыз. Иә. Бұған дейін немен айналысып едіңіздер? Бұған дейін өзіміз негізі айранмен айналыстық, құрттармен айналыстық. Мал ұстайсыз ба? Иә, мал ұстаймыз. Қанша малыңыз бар? Біз енді қазіргі таңда сауып отқанымыз, сауылатынымыз бәрібір 40 бастай бар. Не, қазақ тұқымы әлі асыл тұқымдылар ма? Асыл тұқымдар да бар. Кезінде Ресей мемлекетінен алып келген. Бұлай өзіміздің Алатау тектес тұқымдар да бар шын. 350-400 қанша литр сүт керек? Ой, ол енді күлкілі бұл, шынымды айтсам, бұған көп не кетпейді. 350-400-ға примерно бір 10-15 литрдей кетеді. Су қосасыздар ма? Бұл өзі солай сумен. Рецебінде су бар десеңізші? Рецебінде су бар. Донер жеген кезде де қою айран ішпейміз ғой. Өзі мынандай бір кішігірім сұйықтық болып келеді, қысқаша айтқан кезде. Шубат сияқты. Енді бұл жерде бұған деген сұраныс жақсы екенін бәріміз білеміз. Бір қалаларда бар, бір қалаларда жоқ, бір қалаларда мүмкін дәмі дұрыс емес болып отқан шығар. Енді сіздер кірген кезде туросын сатып отқандар болды ма сіздің ауданыңызда? Болды. Әлі де бар ма? Жоқ, ол кісілер болды. Бірақ бұл бір қызығы, бұл сырттан келді бізде көбінесе. Мынау енді тез бұзылатын скоропортящий продукты болғаннан кейін бар, ол кісілер алып келгенше шыдамай кетіп жатты. Бұл негізі жалпы сол орналасқан жердегі айналысатын кісілерге жақсы нәрсе ғой. Ашымайды, күнделікті жаңағыдай балғын дейміз ғой, свежий апарып тұрады. Біз сол жағынан басып кеттік негізі. Түсінікті болды. Енді бұл кәсіпті бастағанға миллион керек па? Жоқ, миллион емес. Қанша ақшамен бастауға болады? 500 мың? Бұған негізі, иә. Қанша? Нақтырақ айтатын болсақ, бұған негізі 350 мың теңге бастауға болады. 350 мың теңгеге не алынады? 350 мың теңгеге жаңағы запайкасы бетіндегі жапсыратыны. Сосын көрсетсем бола ма? Сосын стакан, сосын бетіндегі жаңағы фольгасы, қақпағы яғни сол. Содан барып трубочкалар,
және де сүттің құрамына кіретін тұз, аштығы, солардың бәрі. Қысқаша айтқан кезде бұл кәсіпті 350 мың теңгеге бастай аласың, тек қана қосымша бір 15 литр сүт табу керек, 10-15 литр сүт. Сонда бастап кете аласың. Бастапқыға. Түсінікті болды. Құрметті достар, бүгінгі бұл айранның негізгі бренді қандай сіздерде? Аделя компаниясы деп айтайық, болашақта компания болады, компанияға жетіп қалды бұл кісілер. Компаниясы өз әр қаладан өздеріне серіктестер іздейді. Осы брендті, осы франшизаны дамытуға. Яғни осыны дамытам десеңіз, осындай айран шығарып сатам десеңіз, сізге станогынан бастап, тура осындай сыртынан 1000 штук дедіңіз, бір коробкасын береміз, 1080 штук болады. Мынандай беті бар, 2000-ға штук. 2000. Бұны жабыстыратын аппараты бар, жалпы мынандай турбочкалары бар, бәрін қосқанда бір 3-4 мыңға штук зат қосып салып жібереді. Просто сіз осы брендпен, осы кісілердің рецебімен өз қалаңызда сатып бастасаңыз болды. Дұрыс айттық па? Тек қана бұны жасап, және де жаңағы айтып отырмын ғой, самсахана бар, басқа бар, мысалы донер бар, суши, пицца да бізде алады. Соның бәрі жеткізіп берсе болады. Қысқаша айтқан кезде сатуға жұмыстарыңыз, сұраныстағы бар дүние, сырттан келіп жатқан дүниені өзіңіздің ауданыңызда бұйыртса шығарып бастасаңыз болады. Көп ақша кетпейді, 350 мыңға бастап кетуге болады, барлық керек заттарын бірге алып. Одан кейін бұл саланы жақсы жүргізіп дамыта алғаннан кейін қосымша мына салаларды алса болады ма? Әрине болады. Сізде не бар сүт өнімдерінен? Біз мәселен сүт өнімдерін бізде айран бар, өзіміздің брендте. Қаймақ бар. Сосын қазір құрттарды мысалы вакуумға салып жатырмыз. Одан кейін барып сүзбе бар. Тағы да басқа сондай түрлері бар жалпы. Түсінікті болды. Негізген осындай өнімдеріңіздің ішінен жақсы пайда қайсынан? Шынын айтқан кезде жақсы пайда негізі бірінші очередь осы, бірінші кезекте донерский айран, екінші мына вакуумдалған құрт. Түсінікті болды. Енді мыналарды бірінші сатып бастадыңыз ба, әлде айранды бастадыңыз ба? Жоқ, негізі ең бірінші біз сүт сатып бастағанбыз. Ал айранды қашан сатып бастадыңыздар? Айранды соңғы осы 2 жылдай. 2 жылдай болды. Идея қайдан келді? Идея бұл негізі бір шет мемлекетте болған кезде көрдік осы айранды, яғни біздегі бар затты ғой, дұрыс пайдаланып жатқанын көрдік дағы, солармен келісіп, солардан рецептісін франшизаға сатып алып, сөйтіп өзімізде өндіре бастадық. Шу қаласында? Чуда. Түсінікті болды. Енді құрметті достар, бұл жерде табыс табуға негізгі мақсат, және де сұраныстағы бар зат сату. Егер сіздер қарапайым мынандай бір сыртына айран құйып әкеп сатсаңыздар, бұндай айрандар, кефир деген бар ғой бізде айрандар, қатты франшизасы бренд жақсы дамып кеткен. Адалдың сүттері бар, оларға конкурент болу қиындау болуы мүмкін, тою айран сатсаңыздар. Мынаның бәрі неге пустой демеңіздер, өйткені бұл кісілер алыстан келіп отыр, шудан. Сондықтан бұның бәрі бұзылып кетеді. Біз негізі барып түсіру керек болғанбыз шаруашылықтарына бұл кісілердің, бірақ бізге жол алыс болып алды, кішкене қолайсыз жағдайлар болғаннан кейін бара алмай қалдық. Сондықтан бұл кісілер өздері келіп отыр Алматыға. Ал енді мына айранды енді дәмін көрдік, шыны керек дәмі өте керемет. Егер осы салаға крем бастаймын деген адамдар болса, Шу қаласына келу керек па? Әлде келсе де болады, келмесе де болады ма? Келсе де. Жалпы негізі келген дұрыс қой, бірақ келмесе біз барлық нәрсені, мысалы, арнайы бізде технологымыз бар, сол кісі үйретіп, бастан аяқ сопровождение жасап, көрсетіп бере аласыз. Көрсетіп, иә. Мынайды жасалу рецебін дейді ғой, оны қалай үйренеді? Оны сол барысында үйретеміз. Онлайн үйретуге бола ма? Онлайнда үйретуге болады. Ал егер ниетті үлкен болса, офлайн келу керек. Келсе де болады, иә. Так, 350-400 штукқа қанша уақытта шықтыңыздар? Неге Таразға өтпедіңіздер әлі? Сенесіз ба? 350-400 штукқа біз 1,5 аптаның ішінде шықтық. 1,5 апта, бір айға жеткен жоқпыз ғой. Бірінші күні біз ең бірінші күні 40 пен 60 штук жасадық. Бір аптадай жүрдік. Өйткені бізде срок көрініс 10 күн ғой. Бір апта жүрдік. Иә. Бір апта жүрдік. Бір апта жүргеннен кейін барып бізге деген сұраныс аса бастады. Өйткені бұл оның үстіне ауылда болғаннан кейін барып табиғи сүт қой енді. Табиғи сүт болғаннан барып клиенттер енді яғни тұтынушылардың сұранысы бойынша біз уже бір айға жетпей 200 штуктан асып кеттік қой. Бір айға жетпей 200 штуктан астық, енді 200 штук шыққан жерінде уже 300-400 болды. Неге енді ары қарай дамытпадыңыздар? Неге Таразға кірмедіңіздер? Таразға кіргенде бізде былай болып жатыр. Біз өзіміздің жаңағындай өзіміздің халқымыз тұтыну қазіргі несі осындай болып тұр. Бізде қазір Шу ауданында 90%-ға дейін жұмыс істеп жатыр. Қалғандары енді қазір ол кісілер өздерінің жаңағы кассасына кіргізіп жатыр. 3-4 точка ғана қалды аудан бойынша. Бітіресіздер, иә? Иә, бітіреміз бұйырса. Полностью біз уже қамтып отырмыз. Ал Таразға шығайық десек, ол Таразға шыққанға біз ойлаған болатынбыз. Кішкене мынау енді кисломолочный дейміз ғой. Кисломолочный болғаннан бар, кішкене қазір осы ауданымызды толық қамтып алайық.
жалпы негізі жан-жаққа шығу ойымызда, ол планда бар нәрсе. Енді төте жолы осы ғой, қысқа айтқан кезде партнерлар құру. Енді партнерлар құру идеясы қайдан келді? Партнерларды құру идеясы болғанда, бұл қайдан келгенде ең бірінші сұраныстан келді. Өйткені біз енді Шу болғандықтан, Шу қаласы болғандықтан, ол 9 жолдың торабы ғой. Бізде мынаның сыртында номері бәрі жазылған. Соны бізге звондады, Астанаға сұрады, Таразға сұрады, сосын барып Талдықорған жаққа сұрады. Бірақ біз оған мүмкіншілік болмады. Содан кейін барып бізге ой келді. Неге жан-жаққа? Көп көрген жарсыздар еще оларды. Неғып айтамын деген сияқты. Иә. Оның үстіне ол да рас қой, алып бізден қарағанда алып компаниялар тұр мысалы. Осы именно осы жағымен айналысатын. Содан кейін барып ойладық, неге елдерге осыны көрсетпеске, үйретпеске. Яғни біз ана жақтан былай барғаннан гөрі, сол жақта серіктестер болатын болса, жақсы табыс тапқысы келетін кісілер болатын болса, кезек-кезек опыт алмасуға болады деген нәрсе ғой. Сондай идеямен келіп отқан нәрсе ғой бұл. Түсінікті болды. Қазақстан бүкіл жерінде да. Құрметті достар, енді сіздердің брендтеріңізді сақтауға міндетті ме, әлде өзінің брендін жасаса бола ма? Жоқ, бұл жерде жалпы шындығын айтып керек, бәрінің ойы табыс табу ғой. Сондықтан да мен айтайын деген бұл жерде. Ол кісілер өздерінің брендін құрамыз десе, енді біз істегеннен кейін бар, біз барлық жағынан кеңес, ол біз жағынан болады. Яғни өзі де аша ала ма? Өзі де аша алады. Сіздердің де жүргізе алады. Біздікін жүргізіп, енді ең бірінші ол кісі шығынға көп батпас үшін, бірінші осымен жүргізіп алып, кейіннен кейін барып жолын айтып берсек, өздері уже атын өзгертеді де басқа шағып жүргізе береді да. Так, түсінікті болды. Енді толық ақпарат іздесеңіздер номер төменде қалдырамыз. Бұл саланы айналысу үшін мал ұстау міндетті емес, дұрыс па? Міндетті емес, жоқ, міндетті емес. Енді сүт сіздерде шығып жатқаннан кейін өзіндік құны арзан болып тұр, сүтті сатып алсаш қымбат болып кетпей ме өзіндік құны? Жоқ, біз өзіндік құны болғанда да бұл жерде біз сатып алған бағамен қойып отырмыз. Яғни өздерің шығарған сүттен емес, сатып алған бағамен ғой. Сол сатып алған бағамен. Так, түсінікті болды. Сондықтан енді мал ұстау міндетті емес қой? Жоқ, міндетті емес. Бір цех ашу міндетті. Цех болғанда да бұл жерде сізге айтайын, бұны осыны именно шығару үшін жаңағы айттым ғой, бірінші аппарат дедік, одан кейін барып холодильник, міндетті түрде холодильник керек. Әр үйде бар ғой енді холодильник енді. Холодильник бұл көпте орын алмайды өзі. Ет сақтайтын холодильниктер сияқты. Морозилкалар. Морозилкалар. Бұған мен сізге айтайын, қанша бір 25 квадрат былай да былай ішті. Орын жетеді. Орын маңызды емес та, қайда болу керек деген. Қайда болу маңызды емес. Тоқ болса болды. ИП немен жұмыс істеп жатсыздар? Біз ИП-мен жұмыс істейміз. ИП-мен жұмыс істейміз. Қазір енді ИП ашуда қиын емес қой. Ол кісілер осымен бір бастап кететін болса, бастап кеткен жағдайда ол уже өздерінің ИП ашаттағы қалған документ жағынан проблема жоқ па? Проблема жоқ. Түсінікті болды. Қысқаша айтқан кезде мына жерде шыны керек бәрі жазылып тұр ғой енді. Иә. Құрамы да бар, производство да бар, шығуы да бар. Өздеріңіздің өніміңіз жайлы жаңа мақтау нелер бар дедіңіз ғой, грамоталар. Енді бұл шындығын айтқан кезде бұны біз басында ешқандай бір қатты бір нәрсеге бүйтіп пландаған жоқпыз. Бірақ біз осы кәсіппен айналып бастағаннан кейін біз осы арқылы мемлекеттен 5 миллион теңге грант алдық. Ол бір. Екіншіден Қазақстанның үздік тауары деген номинацияға қатыстық. Одан да мысалы орын алдық. Біз Жамбыл облысының әкімі ол кезде Бердібек Сапарбаев кісі марқұм болатын. Сол кісі болған кезде, сол кісі өзі көріп, барлығын жаңағыдай қалай айтсам болады, үздік өнім ретінде танылып, облыстың ішінде сөйтіп грантқа қатыстық. Жаңағыдай жетістіктер бар десек. Жетістіктер бар, иә. Оның бәрін кадрларын жерге қойып кетеміз. Жалпы қандай өнім сатып жатқаныңызды өздеріңізде білетін боласыздар. Ол грамотаның бәрін осы өнім сатқан кезде жаңа бір алушылар сұраса, жаңа иелері, донорныйдың арасы көрсете тұр ғой, міне үздік өнім болған Қазақстанда 2 рет. Сондықтан алыңыздар. Так, енді донорный, самса, базар, анамно деп жатырмыз. Қосымша жаңа мини-маркет, супермаркет, дүкендерге де қоюға бола ма? Болады. Енді дүкендерде шыны керек бүйтіп тұрған көрмеп, бірақ тұрса алар ма едік мүмкін. Өйткені дәмі шынымен өзімізге таныс дәм болғаннан кейін кейде ішкің келеді ғой. Қойып көрдіңіздер ме? Біз қойдық, біз өзімізде категория А, Б дейміз ғой, үлкен супермаркет, мини-маркеттер бізде толық осымен жұмыс істейді. Қойып көрдіңіздер? Қойдық. Өтіп жатыр ма? Өтіп жатыр. Алып жатыр. Алады. Сұраныс жақсы десеңізші. Сұраныс жақсы. Кез келген жерге сатуға болады. Бұл орын таңдамайды негізі. Мысалы, чикендерге апарып тастаса болады, фастфудтарға апарып тастаса болады, самса, донерға апарып тастаса болады, кафе ресторандарға, сушиға апарып тастасаң болады. Қосымша дүкендерге, мини-маркет, супермаркеттерге де апарып тастауға болады. Ауыз ашар кезінде, енді оны айтқым келген жоқ еді, ауыз ашар кезінде бұған деген сұраныс мүлдем былай қарай кетті.
Оразада ма? Оразада. Оразада бүкіл әрбір мешіттерден бізден нелерден алдырдық. Пляж қылып саттыңыздар ма? Жоқ, осылай жібердік. Ауызашарға жіберіп өттік. Мысалы, жаңағы столовыйларымыз, асханаларымыз ауызашарға осыны алып өттік. Так, түсінікті болды. Енді құрметті достар, сұраныстағы кәсіп істеймін десеңіздер, енді сүт өнімдермен жұмыс істеймін десеңіздер, енді елдің күнделікті қолданысындағы дүниеге кірем десеңіздер, және де әлеуметтік желіні қатты ұқпаймын деген адамдарға арналған кәсіп десек болады. Үлкен цех ашудан қажет жоқ. Өзіңіздің үйіңізде бір бөлмеде бастасаңыз болады. Орын маңызды емес. Не керек, неден бастау керек, қалай бастау керек, бәрін көрсетіп үйретіп береді. 350 мың теңгеге барлық керек затты қосымша аласыз. 1000-2000 штуктап. Одан кейін сіз өзіңіз жақта бір 15 литр сүт тапсаңыз болды, рецепті полный үйретіп көрсетуге дайын. Ең бастысы ниет, алғаннан кейін, жасағаннан кейін апарып өткізу. Біреуінің сақталу мерзімі 10 күнге дейін барады, дұрыс температура болса. Яғни 2-3 күннен кейін өтпей қалды деп ешкім сізге қайтарып жібермейді. 10 күннің ішінде кез келген донерныйда бірден сатылып кетеді бұл. Сондықтан енді аз ақшамен қандай кәсіп бастаймын деген проблема болып жүрген адамдар болса, миында мына номерге хабарласыңыздар, болмаса Шу қаласына жолға билет ала берсеңіздер болады. Үйретіп көрсетуге дайын. Енді әр қаладан неше адамға беруге, үйретуге, көрсетуге дайынсыздар? Енді қаланың ауқымына байланысты бір 5 адамға дейін болады. Әр қаладан? Әр қаладан. Ары қарай өздері бөлісіп алады? Иә, ары қарай өздері алып кетеді. Түсінікті болды. Енді номер тұр, хабарласыңыздар, видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Аз ақшамен қандай кәсіп бастаймын десеңіздер, әрине осындай кішігірім өндіріс, кішігірім сауда саласын кірем десеңіздер, төмендегі номерге хабарласыңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Сау, саламатта болыңыздар.